Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 42-ші сабақ. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 18-ші жаттығу мәтінді оқы. Ұтымды жауап. Болашақ суретші бала бір күні 13 жыл қой бақтым, енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып, аздаған тиын тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Худовқа салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кімнен үйреткенін сұрағанда Әбілхан Қастеев: таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен дейді. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін кім туралы дейді? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы, Келесі тапсырма: Әбілхан Қастеев туралы не білесің дейді. Біз Әбілхан Қастеев туралы мынандай ғаламтор желісінен осындай мәлімет алдық. Дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Келесі тапсырма: Әбілхан Қастеевтің Худовқа берген жауабын топта талқыла. Ол неліктен солай жауап берді дейді. Әбілхан Қастеев қалада емес далада өскен бала, сондықтан ол табиғаттың көркем суреттерін, ауылдың күнделікті тыныс тіршілігін бала күннен көріп сезініп өскен деп жаздық. Яғни сол себепті ол осындай жауап берген екен, Келесі тапсырма: мәтін кімнің атынан баяндалып тұр дейді. Мәтін 3-ші жақтан баяндалып тұр, яғни Әбілхан Қастеев туралы жазған жазушының атынан. Мәтіннен туынды сөздерді тап дейді. Бізде туынды сөздер балалар: суретші, сыныптық, атақты және жалшы деген сөздер. Келесі 19-ші жаттығу: мақалдың қатесін түзеп жаз дейді. Біз ақылды қарттан ақыл шығар, білімді жастан нақыл шығар деп түзетіп жаздық. Енді туынды сөздер тауып, оларды сөз құрамына талда дейді. Бұл жерде ақылды деген сөз, яғни түбірі ақыл, ды жұрнақ, және білімді деген сөз, түбірі білім және ді жұрнақ. Яғни осы екеуі туынды сөздер екен. Келесі: мақалдың мағынасын қалай түсінгеніңді айт дейді. Балалар, яғни мақалдың мағынасы: ақылды қария айналасына даналығын көрсетіп, дұрыс жол сілтеп ақыл айтып отырады. Ал білімді жас біліміне сай сөз сөйлейді. Келесі 20-ші жаттығу: берілген жұрнақтарды қандай сөздерге қосып жаңа сөз жасауға болады дейді. Және осы сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Мысалы, бізден аспаз деген сөз шықты. Қойшы, кітапхана, қайраткер, сән қой деген сөздер жаздық. Және олардың мағынасын жазып қойдық. Сіздер осыны немесе басқа сөздер жазып, оның мағынасын тапсаңыздар болады. Келесі шығармашылық үзіліс: 21-ші жаттығу: бір дыбыс 2 рет қайталанбайтындай етіп жаңа сөз жасап жаз дейді. Міне балалар, біздерде мынандай сөздер шықты, яғни шортан, үйшік, қарбыз, дәрігер және балық деген сөздер шықты. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.